Хабарымыз жалғастырамыз. Павлодарлық азамат ломбардты 5 миллион теңгеге алдап кетті. 32 жастағы ер адам автокөлігін кепілдікке қойып, құны 5 миллион теңгені құрайтын қысқа мерзімді қарыз алған. Павлодар қаласының полиция бөліміне жергілікті бір ломбардтардың бірінен шағым келіп түскен. Тергеу амалдарының мәліметі бойынша шаһар тұрғыны 2019 жылдың қазан айында кепілдікке автокөлігін қойып, ломбардтан 5 миллион теңге ақша алған екен. Кейін қарызын уақытында қайтармай қойған. Полицейскими был установлен 32-летний 32 жастағы павлодарлықтың шаһар ломбардтарының біріне Infiniti QX80 маркалы көлігін кепілдікке қойып, қарызға ақша рәсімдегенін полицейлер анықтады. Бұдан кейін ол жұмыс бабымен Ресей Федерациясының Новосібір қаласында кеткен. Айтуынша, көлік сол жақта сынып қалған. Сол себепті ол машинаны техникалық қызмет көрсету орталығында қалдыруға мәжбүр болған. Содан кейін өзі Павлодарға таксимен қайтып келген. Это был на самом деле. В настоящий момент проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Айта кетерлігі, павлодарлық тұрғын осыған дейін бірнеше рет көлігін кепілдікке беріп, қарызын уақытында қайтарып отырған. Сол себепті бұл жолда ер азамат күдік тудырмаған. Қазір уақытта тергеу барысында мүліктерді тәркілеуге қатысты заңсыз әрекеттердің фактісі анықталуда. Әйгерім Бозанбаева, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.